Бөпе қуыршақты ойлап табу кімнің ойына келген? Неше оның атын бөпенің бірінші бөпесі деп қойған ғой. Коробкада сүт құйылған бутылка да бар. Мына жазуда не айтылып тұрғанын білесіздер ме? Бөпенің бөпесі де екіқабат. Не? Мына бөпенің ішіндегі сәби де екіқабат екен. Бұндай қуыршақ балалардың психикасын бұзатыны анық қой. Оны ойлап тапқан мына жігіт. Не үшін? Айтшы, не үшін? Қалай ойыңа келді бұл? Сәлеміздер, мен Диана Кю. Өздеріңіз де түсінгендей, бүгінгі роликте әртүрлі миы айналып кеткен дизайнерлердің туындыларын тамашалайтын боламыз. Абайлаңыздар, сіздердің де миларыңыз айналып кетпесін. Әлемдегі ең атақты кинолардың бірі «Звездные войны». Ондағы өзге ғаламшарлық Джаджа. Ұзын тілді бұл монстр қаншама адамдарға ұнамаған. Одан да жаманы әртүрлі товарлары да бар. Кім екенін білмеймін, бірақ қиял екені анық. Осы затты керемет зат деп ойлапты. Джаджаның басы және оның кәмпит тілі. Иә, тілі кәмпит. Ал кәмпитті оңайлықпен аламаймыз да ғой. Осылай алу керек болады. Кім ойлап тапса да ұятсыз ойлармен ойлап тапқан ау. Кукладан жұмсақ ойыншықтарға өтейік. Ең атақты персонаждардың бірі Соник. Қызыл кроссовки, көк жүн және үлкен көздері бар. Енді оның мына ойыншығына қараңыздар. Үлкен көздері хотя бы бір жерге қарап тұру керек еді ғой. Көбірек негізі мына итке ұқсап қалған сияқты, иә? Әй, бұл әшейін Қытайдың подделкасы ғой деп те айта алмаймыз. Соник ойынын шығаратын Sega компаниясының өзі 2001 жылы бұл ойыншықты шығарған. Не деген косяк бұл? Оны қойшы мейлі. 90 жылдары әртүрлі мультиктердің персонаждарының басынан жасалынатын Снаглерсы атты ойыншықтар прям хит болған. Тура қазір Лабубу хит болып жатқандай. Мышық, шошқа, Золушка, Спайдермен және Супермен. Неге оның әп-әдемі аузын осындай қылып қойған? Бұны балаларға алып бергендер де бар ма? Бірақ бұл фотошоп болуы да мүмкін екен. Иә, солай болсын деп үміттенейік. Ал енді мынау не? Ойыншық па или біртүрлі жастық па? Әлде бұзық балалардың жанымен қоректенетін монстр ма? Иә, сондай екен. Бұның аты Кабито. Біртүрлі және қорқынышты қылып япондық Ташико атты иллюстратор ойлап тапқан. Кабито Японияда өте атақты болғаны сонша оригинал ойыншықтардан бөлек подделкаларда өте көп. Құдайға шүкір, бізде де бұндай атақты болмағанына. Әлде ондай емес пе? Бұл монстр уже Қазақстанда да бар ма? Кім біледі? Паровозик Томастың маған ұнамайтынын сіздерге уже айтып едім. Енді мына ойыншықтан соң вообще одан бетер ұнамай қалды. Неге бетін бұлай бояп қойған? Неге қасы осыма жаққан әйелдер сияқты қосылып қалған? Мына жүнді туфлиді кім жасаған? Туфлидің цветі адамның кожасы сияқты. Еще жиіркенішті шаштары бар. Бұны біреу сатып алып киемі өзі? Тағы бірдеңе айтсам вообще таң қаластар. Бұны қытайлық Чу Тян атты суретші ойлап тапқан. Туфлидегі шаш шынымен біреудің шашы. Ол туфлиді выставкаға қойып сатып та жіберген. Типа, егер туфлилер біздің табиғатымызбен жасалынғанда осындай болатын еді деп түсіндірген екен. Қызық, кім сатып алды екен? И оны не істейді екен? Ал енді мына туфлиге қараңыздар. Бұл да Қытайдың арзан бір заты емес. 2008 жылы Анна атты атақты дизайнер ойлап тапқан. Оның айтуы бойынша қыздар үшін осындай алды жоқ каблук туфли ыңғайлы болады екен. Қарап тұрып ақ менің аяғым ауырып кетті ғой. Дәл осы туфлимен шаң-шаң майда тастары көп жерде жүріп бара жатқандарыңызды елестетіңіздерші. Дизайнер Аннаның айтуы бойынша бұндай туфлилер қыз келіншектерге ерекше әсерін беру керек екен. Иә, бәрімізге ерекше әсер етті. Аяғымдағы ыңғайлы домашний аяқ киімді де шешкім келіп кетті ғой. Золушканың осы туфлиін кім киереді? Дизайнердің айтуы бойынша бұл туфли әйелдердің қиын өмірлерін бейнелейді екен. Кім білсін. Ал мына чехолға қарап енді қолыма телефонды ұстағым келмей қалды. Терка чехол. Әшейін пластик болса мейлі ғой. Дәл сол үйдегі темір өткір теркадан жасаған. Одан бөлек мынандай чехол бар. Ручная работа. Бізге ғана жаман болып көрініп тұра, өйткені отзывтарында күшті чехол екен деп мақтап жатқандар толып тұр. Бұл чехол мынаның қасында ерунда болып қалады. Бұл не өзі? Бірақ нәрсені жақсы түсініп тұрмын. Бұл маска. Бірақ дәу бөпенің түріне қолдар мен аяқтарды жабыстырып қойған ба сонда? Қанша ойлансам да бұндай масканың не үшін керек екенін түсінбедім. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мынандай масканы не үшін қолданар едіңіздер?
Охо, бұл очкиді ойлап тапқан адамды көргім келіп тұр. Кімге арнап жасаған екен? Бір тақсаң болды, соқыр болып қаласың ғой, точно. Одан бөлек мынандай да очки бар. Әрине осы очкиге қарағанда жап-жақсы көрінеді, бірақ очкиді шешерде мына тікендердің қолға қалай тиетінін елестетіңіздерші. Қасымызға келіп бізді құшақтаған адамның басы тиіп кетсе вообще ғой. Барлық Пиндодо барма, Алиэкспресс барма, барлығында дуалға арналған заттар өте көп. Обои, түрлі картинкалар, әртүрлі жазулар, еще тамағына дәрі сеуіп тұрған әже де бар. Өздерінің айту бойынша спальниге үлкен қылып жабыстырып қойса күшті тұрады екен. Әжені қаламасаңыздар, ата да бар. Любой бөлмеге жабыстырып қойсаңыздар, күліп сіздерге қарап тұратын болады. Әйбей, кім сатып алады деуге асықпаңыздар. Міне сатып алған адамдардың отзывтары. Біреу туалетте бір өзі отырып жалғызсырамау үшін унитаздың үстіне жабыстырып қойған. Енді мына ойыншықтарға қараңыздар. Синга Маджи. Ішін басқанда аузы ашылып өлең айтатын электронды ойыншықтар. Ақ жидені қарапайымын тақпен жуасың ба? Мен киімімді бұлғамаймын ғой. Және ол аппақ. Болған еді. Киімнің ақтығын Ариэльге сеніп тапсырыңыз. Ариэль әр жуған сайын ақ түсті қорғайды. Ариэльмен бірге аппақ болып жарқыраңыз. Олардың ауыздары жұмсақ матадан жасалған, шынымен сөйлеп тұрғанға ұқсасын деп. Бірақ біз бұлар жайлы айтпаймыз. Итак, өздері норм болып көрініп тұр, я. Ал Микки ше, Дисней не істеп жатсыңдар өзі? Өлең айтатын мини Миккилер. Ауыздарының көрінісі қорқынышты ғой, я. Өлең айтқанда